Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді жаровня ыстық тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тағамның жасалу жолы да өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналымда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан менің каналыма бірден тіркеліп, видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен еттерімізді осындай үлкендеу етіп турап аламыз. Менде жас малдың еті, қабырғалары. Етімізді маринаттауға кірісеміз. Кефиді осылай ортасынан бөліп турап аламыз. Кинзаны ұсақтап турап етімізге қосамыз. Үстіне паприка, қарабұрыш, тұз саламыз. Және де минералды суды құйып, яғни сарыағаш құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы күйінде бетін жауып 1 сағат маринаттаймыз. Ыдысымызға май құйып, майымыз қызған сәтте етімізді саламыз. Етімізге ешқандай су қоспаймыз, өзінің сөлінде бұқтырып пісіреміз. Бетін жауып, баяу отта пісіреміз. Етімізге қосатын көкөністерімізді турап аламыз. Сәбізімізді дөңгелек формасында жұқалап турап аламыз. Сары және қызыл светофор бұрыштарымызды осылай өте ұсақтамай турап аламыз. Қызанағымызды да 6 бөлікке бөліп турап шығамыз. Етіміздің үстіне пияз және сәбізімізді салып араластырамыз. Бетін жауып 15 минут бұқтырамыз. Етіміз піскенше картошкамызды тазалап, осылай жұқалап турап аламыз. Бетіне тұз, паприка, чесночный масло құйып, және де кішкене сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. градуста 20 минут пісіреміз. Кабачкейді де дөңгелектеп жұқа етіп турап шығамыз. Баклажанды да дәл солай дөңгелектеп турап аламыз. Бетіне тұз, паприка, чесночный масло және сұйық май құйып араластырамыз. градуста 20 минут пісіреміз. 15 минут өткеннен кейін қызанағымызды, перецімізді салып араластырамыз. Бетін жауып тағы 15 минутқа қоямыз. Пешке пісірген картошка, кабачки, баклажанымызды осылай бірінен соң бірін қойып шығамыз. Ортасына дайын болған етімізді саламыз.
Міне жаровня ыстық тағамы дайын болды, өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Егер видео ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып, және менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.